ұлттық аспаптың шығу тарихына қатысты қандай деректер айта аласыз? Домбыра аспабы қалай шықты дегенге әрине жауап беру аңыздардан, халқымыздың тарихынан, өнер тарихынан ізделеді ғой енді. Сіз домбырамен өзіңіз қай кезден бастап шұғылдана бастадыңыз? Міне сол 6 жасымнан бастап әкем қолыма үйретті. Домбыраны заманауи музыкамен үйлестіріп жүрген азаматтарда әлеуметтік желіден жиі байқаймыз. Ондай тәжірибелерді жалпы қолдайсыз ба? Жаңағы әдемілігін, сұлулығын, шеберлігін сақтап, мысалы эстрадымен бояуын жоғалтпай тартып жүрсе, кәне оған енді қуануға болады. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі біздің арнайы шығарылым ұлттық домбыра күніне арналады. Айтулы күн жыл сайын шілде айының алғашқы жексенбісінде тойланады. Бұл аспап 2014 жылы ЮНЕСКО-ның материалдық емес мұралар тізіміне енгізілген. Бүгінгі біздің спикеріміз ұлттық аспаптың қыр-сырын меңгерген Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген әртісі домбырашы Роза Айдарбаева. Роза Тайманқызы, бағдарламамызға қош келдіңіз. Алғашқы сұрақ, осы ұлттық аспаптың шығу тарихына қатысты қандай деректер айта аласыз? Құрметті қазақ халқы, бүгінгі қазақ халқының қасиетті аспабы домбыра күні мерекесімен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Енді бұл домбыра аспабы қалай шықты дегенге әрине жауап беру аңыздардан, халқымыздың тарихынан, өнер тарихынан ізделеді ғой енді. Мысалы, қарап отырсаң, қазақ халқының музыка тарихын қарап отырсаң, бұдан бәленбай мың жылдар бұрын мына қазіргі орындалып жүрген халық күйлерінің, соның ішінде кеңес күйі, немесе Сарыөзеннің саймақ күйлері, немесе Бозайғыр күйлерінің тонау 3000 жылдар бұрын орындалғаны. Солардың осы кезге дейін халқымыздың өзінің сол ұлттық аспабын сүйгендігінің арқасында ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, осы заманға жеткендігін көруге болады. Жаңағы домбыраның екі ішегі содан шыққан адамның жан дүниесінен шығатын осы қазіргі күйлер, жырлар, жаңағы осы ұрпақтан ұрпаққа жетіп, қасиетті болып, осы жаңа заманға жетіп отырған сосы қасиетті саз өнекен деп солай шешілеміз. Келесі сұрақ, сіз домбырамен өзіңіз қай кезден бастап шұғылдана бастадыңыз? Жалпы домбыра үйренгісі келетін адам неден бастау керек? Енді бұл домбыра деген бұл қасиетті. Қай өнердің болсын, бұл адамның қанында өзі жоғары жаңағы жаратушы дейді ғой. Сонымен келеді ғой. Одан кейін ата бабаңнан келеді. Менің әкем күй тартқан адам. Әкемнің әкесі де 6 жасында 2 ұлына жаңа домбыра жасап берген Айдарбай деген қара атам. Содан кейін Тайман Айдарбаев деген менің өзімнің әкем. Мына 1959 жылдары, 60 жылдары осы Маңғыстау районының Қызылтан колхозында завклуб болып қызмет жасаған. Қасындағы досы осы өнер қайраткері Құлсари Борын деген әкеміз. Солар бірігіп, сол жерде оркестр құрған, жаңағы хор болды ол кездерде, театр болды, бір керемет сондай өнерге көңіл бөлінген жылдар болды. Сол жылдары мен кішкентай болдым, сол 6 жасымда әкем маған алғаш рет халық өлеңдерін, мына ол кезде Сүйген сәулем Нұржамал деген, мен ойлаймын, солар ар жағында Жеті айқынның әндері шығар деп, себебі саздар келеді. Қазір енді біз үлкейгенде. Сосын мына Сейтектің күйі Заманай, Құрманғазының Боз шолақ, ол кісілердің өзі кейбір ноталарды білетін болды. Нотамен де үйретіп жүрді. Сол тек қана жалғызымен емес, бұл кезде бірнеше сол мектепте оқыған балдарға үйретті. Мысалы, қазіргі осы Маңғыстаудың бірінші қобызшысы Балапашева Қаншайым деген апамыз бар. Ол да осы консерваторияны бітіріп, осы біздің Ақтау өнер колледжінде бірнеше жылдар жұмыс жасады. Қазір енді пенсияда ғой. Қобызда оқыды, қобызшы болды. Міне сол 6 жасынан бастап әкем қолыма үйретті. Енді сол күйлерді үйреткеннен кейін ары қарай мектепте 30 балалық оркестр болды. Содан күйлер үйреттік. Адай, Балбырауын осы қазіргі мектептердегідей біздер жалғастырып, сол өзімнің бойымдағы өнерге деген сүйіспеншілігім жоғарылы шығар. Мен ары қарай соны жалғастырып, мектептен кейін де Горев музыка училищесінде, содан кейін консерваториядан жоғарғы білім алдым. Түсінікті, рахмет. Келесі сұрақ, қай күйді алғаш рет орындадыңыз? Ол сізге несімен қымбат? Мен енді Заманайды үйретті, Сейтектің, сосын өзімнің көңіліме ұнаған Құрманғазының күйі, Боз шолақ күйі еді. Сол Боз шолақ күйін
сол кезде үйретті. Үйренгеннен кейін жазғы каникулда біздерде онда мына қырға мал көшеді ғой, сәуір айларында. Сол енді нағашы шешемнің қолына, ол үйде баласы болмады, соған мені жіберетін еді. Содан кетерде айттым мен әке шешеме, мен кеше бос шолақты үйреніп едім, ұмытып қалам ғой деп, солай деп айттым да. Бірақ сол кеттім, 3 айдан кейін қайтып келдім ғой, сол ешқандай ұмытпаппын сол күйді. Сол менің есімде сақталған, сол Құрманғазының. Келесі сұрақ, домбыра өнерін әлемге таныту үшін тағы қандай қадамдар жасау керек деп ойлайсыз? Енді әлемге танытқанда, мен енді консерватория бітіргеннен кейін сонда мені қалдырды мұғалім қылып. 1-2 жыл жасадым, содан кейін мен өзім Маңғыстауға кеттім өзім, осы ауылға келгім келіп. Сонда мына Ерал деген поселок болды, сонда Маңғыстау маржандар деген ансамбль ұйымдастырылып жатыр екен. Ондағы руководитель жаңағы Орын Құлсарев ағамыз бар. Мәдениет деген кісі де болды, сол музыкальный школдың директоры жаңағы. Сол кісілермен сол ансамбльдің концертмейстері болдым. Сол 1985-86 жыл. Содан кейін ол ансамбль өте талантты жастар болды. Жаңа Қадиша болды, сосын Сүйеуова Жеміс деген мына үнді биін билейтін шебер биші болды, әншілер болды, ұшым талантты мына Жабал, сосын Ақсылу Құдабаевалар болды. Оларда белгілі әнші осы Маңғыстау түбегіне еңбегі сіңген азаматшалар. Сондай талантты ансамбль құрылып, соны шетелге дайындады. 86 жыл біз, ұмытпасам, шілде айында Алжирге бардық, алғаш рет. Сонда костюм тіктірді. Ол костюмнің енді бүткіл Қазақстанда онда костюм сол жылдар болған жоқ. Себебі мына мәдениет басқармасы осы мына Ақтау қаласынан мына Нұрнияз Мұқанович келіп, сол кісінің өте сол бір сондай пысықтығының арқасы ма, сондай сосын мына біздің Күміскәлиев Есен деген ағамыз болып, марқұм болып кеткен. Сол кісінің көп еңбегі, Айдарханов тілеу, жаңа Тергеу Айдарханов деген барлығы да осы түбегіміздің өнерге деген жанашыр азаматтарының еңбегі көп. Сол кісілердің арқасында костюмдер тіктірілді. Сол костюмдерменен біз Алжирге барып, Алжир халқы біздің артымыздан еріп жүріп, біздің концертімізді көрді. Сол енді содан үлкен жетістіктермен оралдық біздер. Би болды. Оны Алматыдан жаңағы ансамблімізді Алдаберген Мырзабеков келіп дайындады, марқұм дирижер. Сосын Али Маликова сондай жаңағы хореограф келді. Солар бір ай дайындап, біздің ансамбліміз деген өте керемет жаңа биіміздің составында 8-9, 10 класстың қыздары болды. Жас балдары өте сұлу, әдемі қыздар. Сонда Алжирге барғанда жаңағыны шейхпа жаңа нелері, жаңа сіздердің қыздарыңыз шетінен келем деп былай ненмен жеспен көрсеткен сұлу деп. Сондай жетістіктер. Одан кейін енді біз енді мына кеңес үкіметінің құлайтын заманы да дәуірі келген екен. Сосын енді мына қиыншылықтар болып, мен Ақтау қаласына жаңағы маман керек жаңа жоғары білімді деп, мен мына бірінші музыка мектебіне келдім. Сол жерде оркестр дайындадым балдардан. Сол жерден көптеген мына естіратындағы балалар конкурсіне лауреаттар дайындадым. Сосын 1992 жылы алғаш рет Ақжарма фольклорлық ансамблі мына кәсіби неменен ұйымдастырылды. Вот сол ансамбльде мына Францияға бардық біз, Қытайға бардық, Америкаға бардық. Дүние жүзіне Маңғыстаудың күйлерін, қазақ халқының күйлерін, әндерін түгел жайып, сол үлкен жетістіктерге жетіп, 1993 жылы өнер колледжі ашылды. Мынау Төлеушев деген ағамыз болды, сол дипломатын арқалап бірнеше жылдар сол министерствомен сол 93 жылы осы Жезқазған мені біз Маңғыстауда алғаш өнер колледжі ашылып, содан кейін біздер шәкірттер дайындап, сол шәкірттердің жаңағы үлкен консерваторияға барып, мына Астанаға барып, жоғарғы білім алып, қазір бізде Абыл Тарағұл атындағы ұлт аспаптар оркестрі бар, Ақжарма ансамблі бар, тағы да бір ансамбль, симфонический оркестрлер ашылды. Дүние жүзі қазір қазақ музыкасын осы Маңғыстаудың
адай күйін Маңғыстаудың сөрдің жырлары шетелдерде өте үлкен жетістіктерге жетіп, өнеріміз өркендеп, үлкен табыстарға жетіп жатыр. Рахмет. Келесі сұрақ, домбыраны заманауи музыкамен үйлестіріп жүрген азаматтарды әлеуметтік желіден жиі байқаймыз. Ондай тәжірибелерді жалпы қолдайсыз ба? Енді ол көптен бері тартылып жүр ғой енді. Жалпы күйдің аты, бұл деген күй деген құдірет қой. Себебі ол адамның жан дүниесімен үлкен толғаныстан туатын туынды. Оны енді сол әдемі сәнділігін сақтап, сол күйдің жаңағы әдемілігін, сұлулығын, шеберлігін сақтап, мысалы эстрадамен бояуын жоғалтпай тартып жүрсе, кәне оған енді қуануға болады. Ондайларда бар енді, қоңыр әдемі қылып тартатындар. Бірақ енді жаңағыдай артық жаңа күйдің несін бұзып, мысалы сапасын, не болмаса формасын олай нетуге болмайды. Жалпы күйді шыққан кездегі түбірін сол сақталу керек қалай болғанда да. Ал түбірі құрыған күй, ол күй құрып кетеді. Мысалы біз жаңағы консерваторияда ұстазымыз Қобыш Мұхитов деген Мералы Мұхитовтың жиендері болып келеді ғой. Ол кісі айтатын, күйді құртпау керек, түбірі сақталу керек деп. Соны сақтау керек, әдемілеп тартсаң, соны кәдімгі халық сүйсін тыңдайтындай қылып, сұлу қылып орындау керек. Жақсы, пікіріңізге рахмет. Күй тыңдау арқылы адамның ішкі жан дүниесін тәрбиелеуге болады дейді. Бұл тұрғыда сіз қалай ойлайсыз? Әрине, күйді тыңдағанда сенің жан дүниең, мысалы, мен енді Құдай алдында көпір болмай ақ қояйын, бірақ енді мысалы намаз оқысаң жан дүниең тазарады ғой. Мысалы мен оған нетіп отқан жоқпын. Мысалы күйді естігенде құлағы бар, күйді түсінетін жан дүниесі бар адам мысалы толқиды, тебіренеді. Мысалы, бірақ соны тебірентіп жеткізіп орындау керек. Домбырашы көп, мысалы күйшілер аз болады. Ол күй деген енді шығу кезінде мысалы балдырған деген күй тартсаң, сен ол баланың жаңағы мінезі ешқандай уайым қайғы жоқ. Солай папа мамасы қасындағы бала, мысалы ата-анасы сондай білдіреді балдырған, сондай пәктікті. Ал енді жаңағыдай ел айырылған деген күй, ол заманына қарай қиыншылық кезде шыққан заманай күйлері. Сол кездегі мысалы Мәменнің 17-ші жыл күйлері, сол кездегі қазақ халқының жаңа басындағы қайғы мұң кезіндегі нені білдіріп, олар мұңды күйлер. Сондай ол күйдің бәрі сондай бір толқыныспен шыққан. Ал оны енді бұзуға болмайды. Соны сол күйінде халқына жеткізу керек. Енді осы домбыра күніне орай халыққа, я болмаса тыңдармандарға қандай тілегіңіз бар? Енді қазір домбыра күні бар, мәдениет күні бар деген сияқты. Бұрын ертеректе ондай болған жоқ. Біздер енді концерт қойып жүреміз, халыққа концертімізді қойып, жаңа өнерімізді көрсетіп кетіп бара жатырмыз үйімізге. Ал қазір енді оның бәріне әрбір мерекелік күн берді. Оғанда бізге ризамыз. Жаңағы үкіметімізге, президенттерімізге, облыс басшыларына, азаматтарымызға, азаматшаларымызға. Енді соған байланысты қазір енді оқу орындары мысалы көбейді. Кез келген мысалы облыстағы бірнеше жерлерде филиалдар, музыка мектептері, жаңағы жеке мектептер ашылып жатыр. Соған балдар оқып жатыр. Құдайға шүкір. Мысалы концерттерге барсаң, балдар 200 балалық оркестрмен күйлер тартады. Енді соның бәріне жас ұрпақтар сол күйдің сазын бәрін жан дүниесіне кіргізіп сақтап жатыр. Соған біз үлкен ризамыз. Сол жалғасын таба берсін дейміз. Өнер жолындағы мамандар көп шыға берсін. Себебі өнер жолындағы адам деген жүрегі жұмсақ болады. Тез кейігімен тез қайтып кететін деген сияқты мысалы. Ар жағында ештеңе жоқ, сондай өзінің отанына деген, өзінің өнеріне деген, сондай олардың жүректері соған тәрбиеленеді. Мысалы, сол өнерлі адамнан жаман зат шықпайды. Сондықтан да біз осы егеменді еліміз мәңгілік болсын деймін, аспаны ашық болсын, ұрпағымыз сол егемендіктің жемісін көрсін деймін.
Егемендік мәңгі болсын деген мерет, қазақ елі аман болсын. Енді мына Маңғыстау өңірінің күйлерінде ерекшеліктері бұлар енді аңыз күйлер көп болған біздерде. Мысалы, Наридірген, сонау айтыс күйлер, Шананың айтыс күйлері, Құлшар Ерназарының кемпір мен қыздың, жігіттің айтыс күйлері, Жесір атамыздың мысалы, 1870 жылы Хиуа жорығына байланысты цикл күйлері 5 күй шыққан мысалы. Олардың ішінде күрделі күйлер бар. 9 түйеші, мысалы Қос айырған, Ақ жарма, Манатау деген сияқты күрделі. Бұл Маңғыстау күйлері өте күрделі болып келеді. Бұның орындау ерекшеліктері көбі оң қолмен ою салады. Сондай бәрі осы біздің Маңғыстауда сақталған. Енді мен жаңағы академик Ахмет Жұбанов атамыз айтып кеткен ғой, Маңғыстау күйлерінің оазисі Мұрат Өскінбаев пен Өскінбай күйлері деп. Бұл Өскінбай атамыз деген мына Түрікпеннің Құлбай бақшысымен бірнеше рет айтысқан. Содан қалған Жаңылтпаш деген күйлер бар. Сосын сол Жеті қайқыға шығарған Бұлбұл Ақжелең деген, Жеті бұлбұл деген күй бар. Сол Жеті бұлбұл тартып берейін. Рахмет, Роза Тайманқызы. Құрметті көрермен, бағдарламамыздың кезекті саны өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау болыңыздар.